Короче, қазір мен балаларымның болашақта кім болатынын білем. Қошқарларым, бергендер. Папа, не үшін шақырдыңыз? Короче, қошқарларым, қазір мен сендерге бір стакан құйып берем, ішіп көріңдерші, иә? Папа, не айтты осы? Арақ деген зиян емес пе? О, тұңғышым, молодец. Ішпе, жарай ма? Кенжетайым, ішесің бе? Алқаш, сен арақ ішті деп бәріміз арақ ішуіміз керек па? Алқаш, туған жері балқаш. Әй, Кенжетайым, әкеге сөйлеуге болмайды ғой жаным. Әу, ішесің бе? Құйсаңызшы, папа. Мә. Әкең аусыйын арақ ішіп қойды ба шынымен? Закиық қой, папа. Шүйің тұрыңдаршы. Әр сөздер үшін қазір жауап бересіңдер. Балам, ау, папа, ана шкаптың үстінде тұрған темекімді көрдің ба? Мен темек шекпеймін ғой, папа. Денсаулыққа зиян емес па темек деген? Кенжетайым, ау, папа. Папаңның темекісін көрдің ба? Темекіңізді ма? Ортаншы ағама алып кетті. Бірақ оны сізге айтпаймын. Ау, есеп тұрсың. Папа, сол үйдің бір қасып қойған ғой, соны түзейін деген ба? Мен темекімді көрдің ба? Жоқ, папа, темекіңізді көрген жоқпын. Кең аусың, конечно көрмейсің. Мен темегім құлағында тұр ғой. Мәңіз, папа, қалдырасыз ба? Тұңғышым, сен қайда кірдің? Папа, мен жұмысқа кірдім ғой. Молодец. Шықпайм енді ол жұмыстан. Кенжетайым, сен қайда кірдің? Мен де тұңғыш ағаммен жұмысқа кірдім ғой. Ой, жаным менің, әкесіне тартқан ғой, өзі бар ғой. Ол жұмыстан енді шықпайым. Ау, қайда кірдің? Папа, мен қораға кірдім. Кең аусың, сен де шықпайсың ба? До конца ғой. Я звоню в последний миг, планы встречи у других.